Астанаға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Түркменстан президенті Сердар Бердмухамедов мемлекеттік сапармен келді. 2 күндік сапар барысында қос ел басшылары маңызды мәселелер бойынша келіссөз жүргізеді. Тараптар мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты дамыту жайын талқылайды. Осы орайда бауырлас елмен қарым-қатынас туралы кеңінен әңгіме тарқату үшін сарапшы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің халықаралық қатынастар кафедрасының доценті Айдарбек Әмірбек тікелей эфирге қосылды. Айдарбек Ануарбекұлы, қайырлы таң. Қазақстан мен Түркменстан арасындағы ынтымақтастықтың басым бағыттары қандай? Бұл мемлекеттік сапардың мән жайына тоқталсаңыз. Саламатсыздар, көрермендерімізге қайырлы таң тілеймін. Түркменстан президенті Сердар Бердімухамедовтің енді Қазақстанға мемлекеттік ресми сапарын бұның алдындағы сапарлармен байланысты қарастыру қажет деп есептеймін. Негізінде Түркменстан өзі бейтарап сыртқы саясат ұстанып келе жатқан ел. Бірақ соған қарамастан соңғы жылдар Түркменстан елі Қазақстанға көбірек ашылып, Қазақстанмен енді ынтымақтастығын күшейтуді алға тартып отыр. Бұның бірнеше себептері бар. Ең маңызды себептері біріншіден Түркменстанның дүниежүзілік мұхитқа, дүниежүзілік теңізге шығатын тікелей жолы болмағандықтан қазір құрлық ынтымақтастық, құрлық тасымалдау ынтымақтастығына басымдық беріп отыр. Осы тұрғыдан енді Түркменстан Қазақстан елін алға шығарып отыр. Екіншіден енді Түркменстанның табиғи газ қоры өте мол. Бұл газ қорында әлемдік нарыққа шығару үшін Қазақстанның мүмкіншілігін пайдаланбақшы. Үшіншіден енді Қазақстан қазіргі таңда құрлық ынтымақтастығы тұрғысынан әлемдік деңгейде көш бастап келе жатқан мемлекет. Әсіресе мынау Еуразия аймағында, мысал ретінде айта кететін болсақ, Азия мен Европа арасында құрлық тасымалдаудың 85% қазіргі таңда біздің Қазақстан еліміздің территориясынан өтіп жатыр. Енді бұл үлкен потенциал. Түркменстан әрине бұл потенциалды өзінің мүддесіне, өзінің дамуына, экономикалық күшею үшін өте тиімді пайдаланбақшы. Енді Қазақстанның да өзіндік мүддесі бар. Түркменстанмен ынтымақтастықты күшейтуге бұл мүдде. Қазіргі таңда Қазақстан негізі Еуразиялық транзиттік хаб орталығына айналуды мақсат ұстанып отыр. Бұл мақсатты әрине Қазақстан жүзеге асыру үшін темір жол, автокөлік және логистика орталықтарының бір тұтас желісін қамтамасыз ету керек. Ал бұл тұтас желісті Қазақстан тек қана Түркменстанмен ынтымақтасы арқылы жүзеге асыра алады. Сондықтан екі ел арасындағы байланыстықтар көбінесе мынау транзиттік көлік және айтып кеткеніміздей логистикалық автокөлік жолдары тұрғысынан ынтымақтастық күшейіп келе жатыр. Ең негізгі жетістік екі ел арасындағы экономикалық байланыстарға да бұл жерде тікелей оң әсер еткелі отыр. Себебі қазіргі таңда Қазақстан мен Түркменстан арасындағы экономикалық байланыстар негізі 555 миллион долларды құрап отырса, алдағы уақытта аса құрметті президентіміздің де айтқандай, бұл экономикалық көрсеткішті 1 миллиард долларға жеткізгелі отыр. Сондықтан бұл сапарды негізінде көбінесе осы дәліздер тұрғысынан, экономикалық тұрғыдан жалпы оң әсер етеді деп жалпы түйіндеуге болады. Қазақстан мен Түркменстан арасындағы сауда көлемін арттыру үшін қандай жаңа мүмкіндіктер қарастырылып отыр? Енді Қазақстан мен көбінесе Түркменстан арасындағы сауда байланыстарын артуы көбінесе энергетика, көлік транзитіне тығыз байланысты болып отыр. Өйткені қазіргі таңда мысалға Қазақстан өзі Еуразия аймағында транзит хабқа айналу үшін Түркменстан тұрғысынан мысалға солтүстік шығыс көлік дәлізінің маңызды бөлігі болып табылатын Қазақстан-Түркменстан Иран темір жол бағытын күшейтіп отыр. Бұдан бөлек Қазақстан Түркмен басшы Қазақстан шекара бағыты бойынша жол инфрақұрылымын бір-біріне жалғау жұмыстарын жүргізіп отыр. Одан бөлек Қазақстан үшін Түркменстанның Афғанстан тұрғысында маңызды рөл атқарады. Яғни Қазақстан қазіргі таңда Қазақстан, Түркменстан, Афғанстан темір жолын салу перспективаларын талқылап отыр. Егер бұл темір жол салынатын болса, бұл әрине біріншіден Қазақстан мен Түркменстан арасындағы экономикалық байланыстар, сауда байланыстарды көбейтетін болады. Жалпы Қазақстан тек қана бұл жобалармен ғана шектеліп жатқан жоқ. Бұдан бөлек Қазақстан Түркменстандағы Галкыныш кең орынды игеру жобасына да белсенді қатысып жатыр. Бұдан бөлек орта дәлізде екі мемлекет арасында қарым-қатынастарды да маңызды орынға ие, яғни Транскаспий халықаралық көлік жолы да
осы тұрғыдан екі елдің әсіресе мынау экономикалық тұрғыдан дамуына көп үлесін қосады. Өйткені Түркменстан да қазіргі таңда жаңағыда да айтып өткенімдей Қазақстанның мынау Еуразиялық транзит хабтың орталығы ретінде, белсенді бір көшбасшысы ретінде потенциалын қолдан келгенше өз мүддесіне тиімді пайдаланып отыр. Негізі екі мемлекетте бір-бірінің потенциалын пайдалану арқылы әрине бұл жерде экономикаға өсім алып келеді. Бұл жерде енді айта кететін жайт, әрине біздің президентіміз Түркмен басшысымен әр кездесуінде тек қана энергетика, көлік немесе транзиттік құрылымдармен ғана шектеліп қалмай, екі мемлекет арасында жаңағы мәдени, білім саласында, гуманитарлық саланы күшейту қажет. Яғни жұмсақ күшке негізделген ынтымақтастықты да басты назарға аударады. Бұл жерде айта кетейік, енді Түркменстан мен Қазақстан өзі түркітілдес елдері болғандықтан, қазіргі таңда түркітілдес елдердің ең маңызды өңірі Түркістан қаласы болып отыр. Білім, ғылым саласында мысалға екі елдің қарым-қатынасын дамытуға бұл жерде мысалға Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде атап өткен жөн. Бұл университет енді жалпылама аса құрметті президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолдауымен және қазіргі таңда университет басшылығының қыруар еңбегімен Түркменстаннан келген студенттерге, бұған дейінгі келген барлық студенттерге барлық жағдай жасады. Қазіргі таңда мынау Түркменстандағы ғалымдар мен Қазақстан ғалымдары арасында да бұл салада көптеген ынтымақтастық, түрлі жобалар, ғылыми жобалардың бәрін жүзеге асырып жатыр. Әрине бұл жобалар, бұл ынтымақтастық алдағы уақытта мысалға екі ел арасындағы энергетика саласы болсын, көлік транзиттік сала болсын, мәдени білім ғылым саласы болсын, қай салада болсын, өзінің үлесін қосады деп жалпы айтуға болады. Алдағы уақытта әрине бұл салада да көптеген ынтымақтастықтар әрі қарай өрбітіп, екі ел арасындағы ынтымақтастық мәңгілік бір деңгейде өрбиді деп түйіндеуге болады. Айдарбек Ануарбекұлы, бізбен тікелей байланысқа шығып сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, бізбен байланыста болған Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің халықаралық қатынастар кафедрасының доценті Айдарбек Ануарбек болды. Жалғастырамыз.